Мінекей басты жаңалық осы сағатта Путин үшінші дүниежүзілік соғысты бастап жерді. Әрине бұл есуассыздық, әрине бұл үлкен мінекей адами қылмыс. Мінекей 21 ғасыр цивилизация дамып жатыр. Цивилизацияның бірнеше түрлі қару инструменттері бар, құралдары. Қай болса да мәселені шешуге болатын. Халықаралық инструменттер бар, дипломатиялық құралдар бар. Оған қарамастан анау орта ғасырдың басшысы сияқты басынып, менде әскер бар, менде күш бар, мен сендердің бәрін сындырам деп, осындай хайуанның ісін бастады. Ойламаған жерден түнде, анау фашистер сияқты кезінде Путиннің несі сияқты, әскері сияқты шабуылды бастады. Кімге бастады? Өздеріне ең жақын халық украиндар. Орыстарда Украинадан жақын адам жоқ. Ол бізді мысалы қазақ пен қырғыз қалай жақын, сондай орыс пен украин жақын. Мынау сұмырай өзінің амбицияларын, өзінің жеке мүдделері үшін осындай әрекетті бастады. Кеше мен бейне қойдым, түсіндірдім, бұның артында не тұрған. Бұл әрекеттер бір күннің ішінде болған жоқ, бірнеше жыл бұрын жоспарланған бәрі. Дәл осындай болатыны, негізінде бұлар кеше 22-сінде жоспарлау керек еді, 22-сі күні. Мен қазірге кішкентай бейне қоямын. Мысалы, естіп жатқан шығарсыз, Жириновский жоқ болып кетті. Жириновскийді бұлар улады ма? Себебі Жириновский мына құпияларын айтып қойды. Былтыр күзде Жириновский бейнеу жасады. Сонда ол айтты, 22 ақпан 2022 жылы біз соғысты бастаймыз деді. Тыңдаңыздар. Отказывайтесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую вы почувствуете? 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный. Это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сперва в Донбассе, а потом в Западной России. Поэтому давайте в этом плане поддержим новые направления во внешней политике России. Бұл былтыр айтылған сөз, көрініп тұрса ғой. Мен қашанда айтам сіздерге, құрметті отандастар, мына саясатта ештеңе жайдан жай аяқ астынан болмайды. Жоспарланады. Кеше көрсеттім, яғни мынау кешегі нелердің, мынау әрекеттерді Путин жаңағы командасы жоспарлады, баяғыда жоспарлады. Бұл жерде енді тағы да назар аударыңыздар. 7 қаңтарда болған оқиға жайдан болған жоқ. Бұлар білді, осындай әрекет жасайтын, Украинаға шабуыл жасайтын, соғыс болатын. Сөйтіп, мына конструкция, Назарбаев ол Путиннің өкілі. Тоқаевты бұл деген қойды уақытша, ал Путинге қазір мінекей соғыс басталғанда шұғыл шешімдер жасату керек, қабылдау керек. Осы жерде олар әрекетті қабылдады жаңағы 7 қаңтарда арнайы операция өткізіп, мынау толық биліктің Тоқаевты қойғызып, бағындырып, жақында ақпанның басында Тоқаев неге барып келді Москваға, шарттарға қол қойып келді. Ол шарттар қандай? Ол шарттар мінекей Қазақстан қазір Путинмен бірге болу керек. Ол жерде соғыс тек қана Ресей мен Украина арасында емес, біз бір жатысуымыз керек. Бұл жерде тағы да қайталайын, бұл үшінші дүниежүзілік соғыс болып есептеледі. Себебі мына Путиннің әрекеттерін жақсы білді Американың басшылары, батыс елдің басшылары. Сол себептен олар мына мәселені қыздырып, сөйлеп, бірнеше рет неге Путинге үндеу жасады, әңгімеге шақырды. Борис Джонсон естеріңізде үндеу жасады, айтты, біз қарап тұрмаймыз деді, жаңағындай Путин шабуыл жасайтын болса. Оған қарамастан Путин басталды, ал енді мына Украина артында Ұлыбритания тұр, батыс мемлекетінің басшылары тұр, Америка тұр. Бұл үшінші дүниежүзілік соғыс. Міне Путиннің қараңызшы иттігін, тек қана Донбасспен шектетпей, мынау қандай қалаларды қазір басып нетіп жатыр. Десантниктер жібергенде
Киевке, Харьков, Днепр, Одессаға десантниктер жіберіп, әрине оны басып алу үшін емес, бұл жаңағы паника болсын деп. Самолеттерді Луцк деген қала анау Польшамен шекарасына жіберіпті. Украина территориясын асып кетіп, мысалы мынау ЛНР, ДНР Ресеймен шекарада тұр. Бірақ самолеттерін ар жақ асып кетіп, батыс нелерде аэропорттарды, инфрақұрылымды, соны жаңағы ракеталармен ракетаны пайдаланып, самолеттерді, ұшақтарды пайдаланып, бұлар құртып жатыр. Толық жаңағы ЛНР, ДНР-ның шекарасы бар, бөлінген. Сол жерде қазір әскерлері, кәдімгі танктар кіріп, соғыс басталып жатыр, үлкен соғыс. Енді кеше сараптама бердім мен, мынау. Бұлардың фейк жаңағы несін көрсеттім Совет Безопасности отырысында. Айттым, мінекей 22 жыл Путин отырды билікте, ешқашанда жаңағы кеңес жаңағы Совет Безопасности отырысын көрсетпеген. Кеше не үшін жасады дедім. Мына қасындағы командасын толық былықтыру үшін. Сол себептен мен кеше сіздер назарын аудардым Сергей Нарышкиннің несіне, әрекеттеріне. Кәдімгідей ол деген шошып қалтырап, ол біліп тұрды. Соғыс болатын, ол неткісі келді, ал шығатын ол жерден жоқ мүмкіншілік. Ол білді Нарышкин, егер шықпайтын десе, оны өлтіре салады. Мүмкін Жириновскийді улап тастаған шығар жаңағы, айтып қойған үшін құпияларын. Жириновский былтыр жаңағы мен көрсеттім ғой бейнені, айтып қойды. 22-ші ақпанда біз шабуылды бастаймыз. Бір суткіге бұлар кідірді. Сондықтан мен тағы да айтқанымда бар, Путиннің бірақ несі бар, легитимизация жасап, өзінің билікке айырылмас үшін оған соғыс керек. Ал енді бұл неге алып барады? Мен жаңа Фейсбукке парақшамда қойдым ақпаратты. Бұл Украинаға жабылу, Қазақстанға жабылама кезінде қаңтардың басында. Ол бірақ нәтижеге алып барады. Ресей империясы құлдырайды. Мына Украинамен соғыс, және батыс елдермен соғыс алып барады мына Ресейдің толық империя ретінде жойылуына. Мен үміттемін, мен сенемін, мына жағдайды қазір Чечня, Кавказ, Дағыстан, Татарстан, Башқұртстан пайдаланады, оларда да көтеріліс болады. Мен оны аңып көріп тұрмын. Мен көріп тұрмын қазір Ресей халқының өздері де көздері ашылады. Мына фашист, нақты фашист. Мен кезінде бірінші рет болған сараптама бердім ғой. Путин кім? Бұл ұлы великорусский шовинизм идеологиясын алып, ешқашанда бұл орыстың қамын ойлаған емес. Оны сылтау қылып, орыстың қамын ойлаған сияқты болып, жақтаған сияқты болып, соны пайдаланып, алдап, солап, бірақ мақсат өзі биліктен айырылмау. Себебі мінеке соғыс жарияланған кейін ешқандай азаматтық заңдар жұмыс жасамайды, конституция жасамайды, төтенше жағдай жарияланады. Бұл жерде тек әскери жаңағы басшылар ғана басқарады. Қалай болса да, мына Путиннің авантюрасы бірақ нәтижеге алып барады. Бұл деген Ресей империясын кеңітемін, Ресейдің жерлерін жинаймын деп алдына мақсат қойып, керісінше нәтижеге жетеді. Менің айтарым, Ресей империясы құлдырайды. 1991 жылы Ресей империясы құлдырады. 15 жаңағы одақ кеңес республикалары болды, шығып кетті бәрі, Ресей жалғыз қалды. Енді бұл күшпен қайтып кіргіземін деген далбаса әңгіме. Енді мынау Ресейде 22 ұлттық республикалар бар, солардың өздері тәуелсіздікке кіріседі. Мінекей, Ресейдің Путиннің авантюрасы бірақ нәтижеге алып барады. Ол жеңіледі. Мынау коалиция, тек қана Украина емес, коалиция, ол коалицияның басында Америка Құрама Штаттары тұр, олар жеңіске жетеді. Біз не істеуіміз керек мұндай жағдайда? Мінекей, құрметті достар, енді мен сіздердің көздеріңізде 16 мамыр 2018 жылдан бастап әңгіме жүргізіп жатырмын. Маусым айында үндеу жасадым, еркін қазақ қозғалысын аштым, күреске шақырдым. Сол уақыттан бастап, мынау билікті революция жасап, жығып тастауымыз керек деп. Батылдықтан танытып дедім, осы әңгімені жүргізіп жатырмын. Сол әңгімелердің арасында естеріңізде мен қашанда болса мына елді басқарып жатқан азаматтар бізде үкімет жоқ, парламент жоқ, бәрі иллюзия. Елді басқарып жатқан адамдар нақұрыстар, дебилдар дедім. Енді мінекей мына
болып жатқан ахуалды өздеріңіз зерттеп, сараптама беріп, өздеріңіз де түсіне шығарсыздар. Елдің басқарған Назарбаевтың командасы, Тоқаевтың командасы басқарып жатқан басшылар нағыз нақұрыс, нағыз дебилдар. Тоқаев ынжық билікке өзінше таласып, Путинмен ауыз жаласып кетті. Тоқаевты қойды Путин. ОДКБ шарты кәдір, ең басты шарт, мінекей қазақтың жаңағы тағдырына кәдір зиян келтіретін. Кеше тағы да Путин мен Тоқаев сөйлесті дейді. Путин осы жерде олмен сөйлесіп, кәдір айтты, осындай әрекет біз бастадық, сіздер де қатысасыздар деп. Ресей басқа мемлекеттермен соғыс жасалса, шарт бойынша жаңағы Қазақстан, Қырғызстан, Армения, Тажикстан бәрі бірігіп соғыс қылу керек. Міне, осындай жағымсыз және де қылмыстық іске тартып жатыр. Кешегі Ресейдің жаңағы Совет Безопасностьтің өкілдері бірақ адам мінекей қорқып, денесі тіршігіп, барғысы келмегені Сергей Нарышкин ғана. Қалғандары Путиннен шошып, толық қолдап кетті. Бұл жерде енді мен көрсеттім, кімді Нарышкинді қорқып отыр, нетіп отыр, байғұс, бірақ амалсыздан, не оны новичок беріп өлтіре салады, не ол деген солай қолдауға мәжбүр болып тұр. Ол түсініп тұр. Бұл әрекеттері Ресей Думаның жаңағы шешімі, мынау Совет Федерацияның шешімі, Ресейдің үкіметін, Путиннің командасының шешімі Гаагский трибуналға алып барады. Бұл халықаралық қылмыс. Военная агрессия, преступление против человечности деген сондай заң бар. Осыған бара жатыр. Тағы да қайталаймын, Путинде басқа амал жоқ. Ол жеке өз басын, мүдделерін қана көздеп, қолдап, мінекей бүкіл Ресейдің элитасын, халқын осы авантюраға тақты. Ал ең жаңағы жаманы біздің мемлекетті, біздің халықты да осы авантюраға тартты. Мынау сатқын Тоқаевтың, және де Тоқаев қана емес, мынау үкімет басшылары, біздің жаңағы парламент мүшелері. Не істеуге болады мынандай жағдайда? Шұғыл түрде азаматтық қоғам, мынау саяси күштер, әсіресе шетелде жүрген, мен тағы да үндеу жасаймын, мінекей Мұхтар Әблязов, Серікжан Біляш, Барлық Меңдіғазиев, осы топ кәдір басымызды қосып, бір шешімге келу керек. Біз халыққа ұсыныс жасауымыз керек. Қазақ мемлекетінің, Қазақ Республикасының үкіметін құруымыз керек. Сосын халыққа үндеу жасап, халықтан қолдау сұрауымыз керек. Егер халық қолдау жасайтын болса, онда жоспарлар бар, әрекеттер шұғыл түрде қабылдап, халықты көтеріп, билікті шұғыл түрде ауыстыруымыз керек. Тоқаевты біз ешқашанда сайлаған емеспіз. Тоқаевты қойды агрессор, фашист Путин. Оның қызметтен шығаратындай тәсілдер бар. Ең басты біз бір-бірімізбен түсіністік керек. Саясаткерлер нақты, және де халық, қоғам. Шұғыл түрде билікті қолға алып, шұғыл түрде ОДКБ, Евразийский союз, таможенный союздан біз шығуымыз керек. Біз шұғыл түрде НАТО мүшесі болуымыз керек. Ешқашанда Путин, Кремль, Пекин, Си Цзиньпин, не болмаса басқа басшылар жаңағы Кремльдің, Путиннің қазақ саясатын, ішкі сыртқы саясатына кіріспеу керек. Мінекей, сондықтан құрметті отандастарым, қандастарым, менің үндеуім осы. Маған хабарға шығындар, біз кәдір батылдық танытатын нақты және де ақылды бір шешім келетін уақыт келді. Күтіп, тағы да алданып, біреулер қиялданып, Тоқаев кәдір реформа жасайды, Тоқаев заңдарды өзгертеді, демократия болады деген далбасы әңгіме. Тоқаев Путиннің құйыршығы. Мінекей, мынандай масқара жағдайға кірді Путин. Үшінші дүниежүзілік соғысты ашты, ал енді кезекті қадам Тоқаев қазақ мемлекетін сол соғысқа Путиннің жағында кіргізбекші. Біз оған жол бермеуіміз керек. Ұйымдасып, үкімет құруымыз керек шетелде, халық бір саяси күш құрып, қосылып, біз мәселені шешуіміз керек. Ең басты мәселе билік мәселесі. Билікті шұғыл түрде қолға алып, жаңағы айтқан әрекеттерді жүзеге асыру керек. Мінекей, әзірше осы, құрметті отандастар, байланыста боламыз. Қазір мен
жаңағы атаған азаматтармен байланысуға тырысамын. Біз келісімге келсек, мен ойлаймын, халықты да оң жұмысқа көтере аламыз. Қорқатын ештеңесі жоқ. Тағы да қайталаймын, Путин қашанда, қанша басынса да, әскерім бар, атом құралдары бар деген ештеңе етпейді. Міне, бүкіл дамыған елдердің басшылары, мемлекеттердің өкілдері нақты өздерінің ниеттерін танытты. Біз Украинаның қасында боламыз, Путин агрессорға қарсы тұрамыз деп. Бұл жерде жаңағындай біз деген қазір тағы да қайталаймын, осылай біз деген ынжықтық тағы да батылсыздық танытсақ, мынау қаңтардың басындағы болған оқиға ол жай не болып қалады, уақ оқиға сияқты болып қалады. Себебі біздің жаңағы балаларымызды соғысқа тартады, сосын басқа да жағымсыз керек емес біздің мемлекетке әрекеттер орын алады. Сондықтан тағы да қайталаймын, батылдық керек, мінекей ақылды істерді қолға алуымыз керек. Жақсы, қош сау болыңыздар. Бұл соғыс Украина мен Ресейдің арасындағы емес, батыс және де қазақ елі, қазақ мемлекеті Украинаның жағында біз тұруымыз керек. Оны қалай жасау үшін мен тағы айтып жатырмын. Бірінші мәселе билікті қолға алуымыз керек. Сөйтіп, нақты қазаққа керек қандай бірінші мақсат? Азаттық. Осыған ие боламыз. Жақсы, қош сау болыңыздар.